Құрметті қосымша білім беру ұйымдары, бұрындағыдай әр үйірме бойынша жеке өтінім берудің қажеті жоқ. Барлық өзгерістер бір өтінім арқылы рәсімделеді. Оның ішінде бір үйірмені де, бірнеше үйірмені де бірден таңдауға болады. Бұл бейнежазбада жаңа бағыт ашуға өтінім жіберу жолын қарастырамыз. Өтінім жібермес бұрын, алдымен бізге барлық маңызды ақпарат енгізілгеніне көз жеткізу қажет. Ол үшін басында «Менің ұйым профилі» бөліміне өтеміз. Ашылған бетте барлық өрістер толтырылғанына көз жеткіземіз. Толтырылмаған болмаса, түзету батырмасын басып толтырамыз. Келесі ол қызметкерлер. Бұл жерге біз жаңа бағыт бойынша жұмыс жасайтын қызметкерлердің бәрін қосып шығамыз алдын ала. Содан кейін құжаттар бөліміне өтеміз. Бұл жерде құжаттарды жүктеу батырмасын басып, барлық маңызды міндетті қызыл жұлдызшамен белгіленген құжаттарды енгізіп шығу қажет. Соңғысы оқушылар мен топтар бөлімін ашамыз, секциялар үйірмелер бөлімін ашып, жаңа бағыт бойынша үйірме қосылғанына көз жеткіземіз. Содан кейін менің өтінімдерім бөліміне өтіп, өтінім беру батырмасын басып, құру батырмасын басамыз, жалғастыру батырмасын басамыз. Себебі біз алдында бәрін тексеріп алдық. Ашылған бетте бірінші өріске сіздерге өздеріңіздің укеттеріңізді теру қажет. Оны егов сайтынан көре аласыздар. Содан кейін үйірмені таңдап, қызметкерді таңдап, келесі өріске өтеміз. Бірінші өріске контингент бөлімінде сіздің мекемеңізде оқып жатқан оқушылардың нақты санын тереміз. Ақылы оқып жатса да. Екінші өріске тек ваучер бойынша қатысып жатқан балалар санын тереміз. Содан кейін сізде алдында мемлекеттік тапсырыс бойынша өтінім болса, құс белгісін қоямыз. Ары қарай құжаттардың бәрін өзектілігіне тексеріп, құс белгісін қойып, сақтау батырмасын басамыз. Келесі бетте біз беріп жатқан өтінім бойынша толық ақпаратты тексереміз. Өтінішті жүктеу батырмасын бассақ, өтініш жүктеледі PDF түрінде. Қателіктер болса, түзету батырмасын басамыз. Бәрі дұрыс болса, қол қою және жіберу батырмасын басып, ыңғайлы тәсілді таңдап, қол қоямыз. Өтінім жіберілді.